Қайырлы күн, құрметті оқырман және желі пайдаланушылары. Кидстар жобасы аясында өңіріміздегі талантты, дарынды балалардың өнерлерін насихаттау мақсатында Төле би атындағы номер 8 гимназиясының 5 сынып оқушысы Расылхан Айзаданың өнерімен танысатын боламыз. Айзада, қош келдің. Қош көрдік. Шахмат ақыл-ой өрісті дамытатын үстел спорт ойыны. Шахмат сөзінің мағынасы парсы тіліне аударғанда партша, өлді мат дегенді білдіреді. Әлемдегі кең таралған ойындардың бірі десек те болады. Ал Айзада, дайын болсаңыз, бірінші сауалнамамызды бастайық. Шахматқа қалай келдің? Неше жастан бастап жарыстарға қатыстың? Менің анам маған математикадан осы логикалық ойынды талап етті. Мен осы жерге келгеннен 9 жасымнан бастап жарыстарға қатыстым. Жақсы. Шахмат үйірмесінде жүргеніне қанша уақыт? 2 жыл. Шахмат ойыны сен үшін несімен қызық? Ол осы логикалық ойын менің ойынды дамытып ой өріске жеткізіп жатыр. Өте керемет. Шахматтан басқа тағы қандай спорт түрлерімен айналысасың? Акробатика, би. Ұлы шахматшылар білесің бе? Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Магнус Карлсон. Отбасың жайлы айта кетсең. Біздің үйде 5 баламыз және де мен 4-шісі боламын. Сол бауырларының атын атап берші. Үлкен ағам Мирас, одан кішірек Ильяс, тағы бір әпкем Айзере, мен 4-шісі Айзада, тағы менен кейін кіші Асылай. Тамаша, біз де үйде 4 қызбыз. Сенің бауырларың сен сияқты үйірмелерге қатыса ма? Жоқ, бірақ бұрында қатысқан. Керемет. Ата-анаң сені қалай еркелетеді? Айзада, Шызада, Шлоки. Керемет. Сенің достарың көп пе? Я, әрине. Алға қойған арман мақсаттарың бар ма? Я, мен осы әлемнің әйгілі адамдары болғым келеді. Ана жерге қарасам, сенің дипломдары, медальдары көп екен. Бұларды сен қайдан алдың? Мыналардың барлығы шахматтан, мыналардың барлығы аудандықтан, мыналар мектептің арасыларынан. Мынау бидікі, мен оларды басқа би мектептерінен алғамын. Керемет. Айзада, енді логикалық сұрақ-жауап ойынын ойнасақ қалай қарайсың? Болады. Бірінші сұрақ. Тауық бір аяқпен тұрғанда 12 килограмм, ал 2 аяқпен тұрғанда қанша? 24 килограмм. Дұрыс. Екінші сұрақ. 2 бала шахматты 8 сағат ойнайды. Әр бала қанша сағаттан ойнайды? 8 сағат. Бұл сұрақ өкінішке орай дұрыс емес. 2 бала шахматты 2 сағат ойнаса, әр бала 2 сағаттан ойнайды. Үшінші сұрақ. Саябақта 6 орындықтан 2 бояп қойды. Қанша орындық қалды? Төртінші сұрақ. Допты лақтырғанда доп сол ізімен кері қайту үшін оны қалай лақтыру керек? Үстіге лақтыру. Дұрыс айтасың. Бесінші сұрақ. Теңізде қандай тас болмайды? Құрамал. Өте дұрыс. Айзада, сен өте ақылды қыз екенсің. Сен енді кітапханаға айтатын тілектерің бар ма? Осы жерге күнде келіп кітап оқимын. Мен де сендерге осы кітап оқып, өздеріңіздің білімдеріңізді шыңдаңыздар. Айзада, сенімен танысқанымнан өте қуаныштымын. Алла разыларың көп болсын. Егер сіз де дарынды, талантты болсаңыз, дайректке жаза кетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.